Арнама қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Тағдырлар тоғысы. Жаратқан ием, Құдайым-ай, не кінәміз бар еді? Құдайдан сұрап алған жалғыз баламыз осылай болып қалатындай, кімнің алдын кесіп кеттік екен? Алла, не істесек болады? Деп тынымсыз зарлап отырған әйелі Жаңылға күйеуі Кемелбек. Зарлай бермешей, миымды аштып жібердің ғой. Сенің жалынып жалбарынғаныңды еститін болғанда, Құдай баяғыда көмектесер еді. Бұндайда Құдайдың да құлағы керең, көзі соқыр болып қалатын әдет емес пе? Қысқартшы зарлауыңды, деп ұрардай болып ақырып жіберді. Кемелбек биыл 55 жасқа толған кісі ағасы, уақытында біраз қызметтің басын шалған мем қайраткер. Қайын жұрты мықты жерден болғасын, уақытында бұның наны жүріп тұрды. Көптеген мықтылармен дәмдес болды. Үріп ішіп, шайқап төгіп, шалқып өмір сүрді. Кемелбектің қайын жұрты тәуелсіздіктің басында өздерінің үлесін қарпып асап, жағдайды жамбасқа басып қалғандар. Ол кезде үріп ауызға салғандай, Кемелдің өзі айтқан жүзімнің суындай балауса Жаңылды ұнатып қалған болатын. Жасы 25-ке келген тіс қаққан жігіт азырақ күн Жаңылмен әуейленіп жүрді де алып қашты. Кемелдің бұрынғы жүріп жүрген қызы тым қарапайым болып көрінді. Ешкімнен артықшылығы жоқ, кәдімгі қазақтың бидай өңді қызы. Тек күлгенде көздері ұшқынданып, екі бетіне моншақтай екі ойық түсіп жайнап кететін. Әке шешесі де қарапайым, елден асар ештеңесі жоқтың. Оның қасында Жаңыл талғаммен, жақсы киініп, өзін сыпайы ұстап, өз бағасын білетін ханшайым еді. Сонымен Кемелбекті сындырып алды. Қош, сонымен Кемелбек қатын алма қайын ал дегендей солардың арқасында тасы өрге домалады. Жұрттан озық үй салды, елден ерек көлік мінді. Жаңыл әуелгісінде Алматыдан, соңынан Қырғыздан киім кешек әкеліп сата бастады да, алыс жақын шетелден қымбат киім сататын салондар ашты. Екеуі 3-4 жыл жүріңкіреп барып, жалғыз ұлды болды. Құдай бір бала берді, оның да мұрны пұшық болды дегендей, ерке, шолжаң баланың тілі шығып болмай әуреге салды. Кейін тілі шығып сөйлей бастағанда, мейманасы тасып тұрған Кемелбек те, баланың нағашылары да бетінен қақпады. Керісінше дөурекілікке, боқтық айтуға үйретті. Жасына жетпей көлік мінді, әлде неше машинаны соғып та алды. Ақшамен Алматыға оқуға түсіп, әйтеуір бір дипломның иесі атанды. Сол оқыған жағынан бір қызбен танысқан еді. Соңында соған үйленді. Кемелбек пен Жаңыл шабылып, той, дүркіретіп құдалық берді. Жасынан ерке, айтқанын істетіп үйренген баласы Ринат келін босанғанда жігіттермен моншаға барып жуған, өздері де жуынған. Сол моншада тайып құлағанын, болмаса біреу итеріп құлатқаны белгісіз, қарақұстан оңбай жарақат алған. Жұлын зақымдалып, денесі қимылсыз қалды. Қытай, Корея, Түркия мамандарына көрсетіп келді, бірақ жақсару жоқ. Міне, осылай жатқанына 3 жылдан асып кетті. Денесі ауру сезбесе де, жата-жата сартап болып, арқа терілері қызара бастаған. Тек күшті крем, жақпа майлардың арқасында әйтеуір жетіп түсіп қалмады. Ринат құлаған күннен Кемелбектің отбасының берекесі қашты. Ринаттың мына жатысына 8 ай ғана шыдаған келін қызын алып кетіп қалды. Жақында ғана заңды түрде ажырасқан соң тағы да күйеуге шығыпты деген хабар естілді. Қайын атасы мен қайын енесі, Кемелбектің әке шешесі де бақилық болған бұл кезде. Мансаптың буымен жүріп, доста жинамаған екен. Бұрын қасында өріп жүретін амал достар іздерін суытқан. Мансапта төмендей, қарапайым қызметкерге дейін төмендеді. Ар жағыңда сәулең, сауат болмаса, біреудің арқасында келген мансап тұрақсыз болады екен. Жаңылда баласының еміне шетелдерге көп шығам деп жүріп, дүкендерін бірінен соң бірін сатты. Кемелбектің сырт айналған амал достарының бір қатары жай кеткен жоқ.
бұны әжуалап, қайын жұрттың арқасында шардай үріліп едің, енді желің шыққан шығар, бұл әлі аз, баяғы қылықтарың үшін көмусіз қаласың, деп мазақ қылып кетті. Бала күнгі достардан тек Жеңіс деген құрдасы қалды. Сол келіп араласып, сөйлесіп тұрады. Кемелбек бастық боп тұрған кезінде осы Жеңіс жұмыс сұрай барғанда, сендер ақ тіленесіңдер де жүреді екесіңдер. Көмектес дейсіңдер де жүресіңдер. Осы маған көмек керек кезде біреуің табылмай қалып ішкесіңдер ғой, деп қарқ-қарқ күлген. Жеңіс ештеңе деместен кабинеттен шығып жүре берген. Көп жылдар көзіне түспей жүрген осы күндері Кемелбектің басына бұлт үйірілгенде жанашырлық танытып, көңілін бөліп, арасында асқа шақырып, сен жалғыз емессің дегендей жанына жалау болып жүр. Жеңістің үйіне барған сайын Кемелбектің көңілі босап, жан дүниесі бір аударылып түседі. Ешқандай мансап, байлық, ақша, қарапайым ғана отбасылық бақытқа, ешқандай жеке бастың пайдасын ойламайтын достыққа жетер ештеңе жоқ екен. Соны түсініп, мансап қуып, ақша, байлық деп жүріп, өмірінің босқа өткеніне қатты күйініп, өкінішке батады. Жеңістен үйренгені қарапайым ғана сыйластық деген ұғым. Дүниенің бар байлығынан артық екені. Жеңістің үйретуі бойынша оның немерелері Кемелбекке де ата деп сөйлейді. Қалтасына сала барған тәттілерге кәдімгідей таласып, менің атам деп бұның алдына отыруға таласатыны өте керемет, өзгеше рахат сыйлайды. Бұндай рахат сезімді Кемелбек мол дүниенің ішінде жүріп ешқашан сезінбеген еді. Ринаттың жағдайы жақсарар емес, сол баяғы қалпы. Белден төмен жағында жан жоқ, тіпті шеге тығып алсаң да сезбейді. Оң қолының саусақтары әрең қимылдайды, сол қолы қимылдатуға келеді, бірақ қасық ұстап, ас ішсе тез шаршап қалады. Сондай бір өкінішпен уайыммен өтіп жатқан күндердің бірінде Ринаттың емдеуші дәрігері қалаға мықты неміс маманы келгенін, жасы 30-ға жаңа келсе де әйгілі нейрохирург екенін айтқан. Нейрохирургиядан тәжірибесін жинап, ғылым қуып жүргенін айтқан. Егер соның алдына бір жеткізіп апара алса, Ринатқа мүмкіндік, үміт пайда боларын жеткізген. Әйтсе де, бұл немістің тек диагноз қоюының өзі 1,5 евро екенін ескертіп өтті. Бүгін міне Жаңылдың зарлап, Кемелбектің ұрысып отыруының басты себебі осы болатын. Я, ең болмаса, сол немістің бір ауыз сөзін естісек, үміт бар жоғын білсек, жақсы болар еді, деп ойланып отыр. Әйтпесе, ақыл бергіштер тығырықтан шығар жол эвтаназия, баланы да өздеріңді де босқа қинамай, тағдырға мойын сұнып, соны қабылдаған дұрыс деп жүр. Бұлар жалғыз түйір баласын, ең соңғы үміттерін қалай қолдан өлтіруге берсін. Олай істегенше өздері өлгені дұрыс қой. Жоқ, деді өзіне өзі Кемелбек. Малекеш мал да өлер алдында тұяғын бір серпеді. Баламды өз қолымнан өлтіргенше тырмысып қалам. Құдай сәтін салып, әулие әнбиелер қолдаса, мен де әлі Жеңіс сияқты немере ойнатып отырармын. Болмаса соларды көріп кетермін. Үй жайымды сатайын, қарызға батайын, сол немістің аяғында жатайын. Не болса да соның алдына бір апарайын, деді. Тоқтаусыз зарлап отырған Жаңыл да басылып, ең соңғы тірегім, сенерім өзің дегендей күйеуіне мол үмітпен қарады. Екеуі Ринат жатқан бөлмеге кіріп, балам, бәрі жақсы болады. Сенің жолыңа жанымыз да, барымыз да құрбан. Бір нәрсе жасамақпыз. Құдай қолдап, аталарың жар болса, әлі де үміт бар, жазылып жүріп кетесің балам, деп басынан сипап, қолдарын болар-болмас қысып дем берді. Ринаттың беті әппақ болып, жақ сүйектері білініп, көздері шүңірейіп, терең шыңырау құдықтың ішіндегі жылтыраған сәуледей болып жатыр. Денесінің еті қашқан терісіне ілініп жатқан бір тірі әруақ. Әй, мама, папа, сол құр әуре сияқты, қозғамаңыздаршы мені,
деп ентіге үзіп жұлып жартылай сақаулана сөйледі. Түсініксіздеу сөйлесе де үйреніп қалған әке-шешесі түсінді. Жоқ балам, қарап отырғанша қарманып көреміз. Бұлай сені өлімге бере алмаймыз. Ең соңына дейін сенің кеудеңнен жан шыққанша қарманамыз, деп сеніммен айтты. Әйелін баласының қасына қалдырып, өзі Жеңіс досымен ақылдасуға кетті. Жеңіс салған жерден: ойбай, оның не айғайы бар? Біздің үлкен келіннің артынан келген боталы түйенің ботасы биыл құнанша шығып тұр. Былтыр тағы боталады. Балалардың шай сүтімен ағарған сүті бар әйтеуір. Сол құнаншаны атадым саған. Баланың жолына құрбан, дегенде Кемелбек құшақтай алып: ақ көкірек досым-ау, сенен жақын адамым да қалмаптау. Кешір, алдыңда кінәлі екенімді біліп тұрсаң да көмекке ұмтылдың. Кешір, деп жылап, теңселе құшақтап тұр. Бұндайды күтпеген Жеңіс: өй, құрсын жылама, жылаған несі? Саспа, бәрі жақсы болады. Балаң жазылады, күліп жарқырап жүресің әлі, деп арқасынан қақты. Бұрыннан қалған азын аулақ қоры бар. Ақшалай қарыз алып қосып, Кемелбек жолға дайындалды. Жолға шығардан бір күн бұрын Құдайы садақа таратып, ата-баба әруағына Құран оқытты. Садақадан соң Жеңіс досы: құнаншаны алмадың, енді оны өзің білерсің, бірақ мен де айтқанымнан қайтпаймын. Атадым сол құнаншаны. Мал қылып бағам десең де, ертең мына балаң жазылып келгенде той беріп соям десең де сенікі. Атағаным атаған, деп қоймай тұрып алды. Құдайы садақадан соң шым шытырық түс көріп, түсінде жаны қиналып, қайта-қайта оянса да, алған бағыттан қайтпай, шала ұйқы жағдайымен жолға шыққан бұлар, кешке таман қалаға жетіп, оңаша пәтер жалдап, Ринатты орналастырды. Ертеңіне таң ерте неміс профессоры іздеп, сол емханада болады деген емханасына іздеп келді. Келсе, ұзына шұбақ кезек. Шуласып, бірін-бірі түсінбей тұрған кісілерге қарап, ақ халатты біреу жан ұшыра сөйлеп тұр: азаматтар, түсініңіздер, ол кісі ем жасауға келген жоқ. Рейнич Боллер мырза ғылыми жұмыстармен жүр, тәжірибе алмасу мақсатында келген, деді. Оны тыңдайтын жұрт бар ма? Көріп қалсақ, көрініп қалсақ деген үмітпен ентелей түседі. Халықтан оңай құтылмасын білген әлгі дәрігер: жақсы, азаматтар, былай істейік. Онда тұрған кісілер история болезньдеріңізді жинап маған тапсырып кетіңіздер. Рейнич мырза араласу керек деген сырқаттарға жауап береміз. Ал басқалай Қазақстан аумағында емдеуге болатын сырқаттарға емханаларға жолдама береміз. Бұл кісінің уақыты өте тығыз, тіпті уақыт тауып, сіздерді қарай алады деп те айта алмаймыз, дегенде кейбіреулер салы суға кетіп, ұнжырғасы түсіп жатса, енді бірі қағаздарын қопарыстыра бастады. Кемелбек те қолындағы ксерокопиядан өткізіп дайындап әкелген қағаздарын дәрігерге ұстата салды. Бұл да түк шықпайтын тірлік-ау, деген Кемелбек ұнжырғасы түсіп кейін шегіне берді. Жалдамалы пәтерге әйелімен ертеңі белгісіз ұлына баруға дәті шыдамады. Не деп барады? Не тындырам деп барады? 1-2 сағат қалада теңселген, шаршады, амалсыз әйелі мен ұлына келді. Енді бәрібір Құдайдың қолында. Қағаздарымды өткіздім. Қолы тиіп жатса қарайды деген. Негізі емдеу үшін емес, тәжірибе алмасуға келген. Адам қарай ма, жоқ па, белгісіз. Нағыз болмайтын болса, құрғайтпай осындағы білікті мамандарға тағы көрсетерміз, деп жылы жаба салды. Ыңырсып бұлдырлаған ұлының: папа, әуре болма, не қыласың? Бәрібір үміт жоқ, үйге қайтайық. Ендігі тірлік бос әуре, деген өлімге мойынсынған үнін естіді. Сондай көңіл күймен жатқан бұлар ертесі таңертең қаладағы клиникалардың бірімен хабарласпақ болып, ауылдағы емдеуші дәрігерден кеңес сұрады. Мүмкіндік болса, орталық облыстық ауруханаға орналастырыңыз, өздеріңіз анализдерін алып, тағы да тексерістен өткізесіз, деп шарасыз дауыспен жауап берді ол дәрігер. Әбден шаралары таусылып, енді тек өлім сәтін күтеміз деп отырғанда, Кемелбектің қалта телефоны шыр етті.
көтеріп еді, европалық акцентпен орыс тілінде: «Сәлеметсіз бе? Мен Рейнич Боллердің көмекшісі, әріптесі Пауль боламын. Сіз қалада қай жерде тоқтадыңыз? Рейнич мырза ұлыңызды барып көргісі келеді» дегенде таң тамаша болған Кемелбек: «Жарқыным-ау, бұл ойнайтын тақырып емес қой. Алдына кіре алмай жүрген дәрігеріміз өзі келеді дегенге кім сенеді? Қой айналайын, ойнама олай», деп телефонды өшіре салды. Ізінше қайта соққан жаңағы дауыс: «Кешірерсіз, сіз мені түсініңіз, бұл ойын емес. Рейнич мырза көп документтің ішінен сіздің құжатты таңдап алды. Рас айтам, сеніңіз маған», деп өтінішпен айтқасын, бұл жалдаған пәтерінің адресін айтты. Араға 20-25 минуттай уақыт салып, пәтер есігінің қоңырауы соғылды. Кемелбек барып, есік ашқанда, кешегі ел алдында сөйлеп тұрған қазақ дәрігер ғана, бой шамасы мен жас шамасы қарайлас ашаң жүзді екі жігіт кірді. «Мен Емдауа клиникасының дәрігері Жансерік болам. Мына кісі Пауль, ал мына жігіт атақты Рейнич Боллер», деп таныстырды. «Рейнич мырза салған жерден қазақша: «Науқас қайда? Соны көрейік, қалғанын кейін сөйлесеміз», дегенде жанына еріп жүрген Жансерікпін деген дәрігер бірінші таңғалды. Таң қалғаннан аузына жөндем сөз түспеген. Кемелбек: «Сіз қазақша білесіз бе? Жүріңіз мұнда», деп Ринат жатқан бөлменің есігін ашып көрсетті. Рейнич Ринатты бір қарап шықты да, тамырын іздеп тауып ұстап көріп, таза қазақ тілінде: «Жылдам, жедел жәрдем шақырыңыздар, клиникаға тез жетейік, қалған әңгіме сонан соң», деді. Бәрі таң тамаша кейпінен айыға алмай тұр. Жансерік дәрігер қалта телефоннан: «Жылдам көлік жіберіңдер, құс боп ұшса да мына мекен жайға тез жетсін», деп біреулерге бұйырып жатты. Бәрі де аяқ астынан алас-қапас асығыс болды. Ринатты клиникаға жеткізіп, тиісті екпелерін салып, тыныштандыратын ұйқыға жібергесін, Рейнич мырза кең фойеге жиналғандарға келді. Кемелбек пен Жаңыл жаутаңдап баласының жағдайын білгісі келсе, Жансеріктер қазақша білуінің себебін білгісі келді. Жұмсақ креслоға жайланып отырғансын асықпай сөзін бастады. «Алғашқы айтарым, Ринаттың жазылып кетеді деген мүмкіндігі бар. Ол үшін мен оны Германияға алып кетем. Ары кетсе 6 айда аяғына тұрғызуға тырысамыз. Ұзақ шуды көтеретін жағдайға жеткізіп алуым керек. Не болмаса ұйықтатып алып кетемін. Біздің Германиядағы клиниканың ұшағын алдырамын. Сіздер тек емдеуге рұқсат берсеңіздер, құжаттарға қол қойсаңыздар жеткілікті», дегенде Кемелбек пен Жаңыл бір-бірінің қолын ұстап: «Я Алла», десті. «Енді өз тарихымды келу мақсатында айтайын. Мен қазақпын. Қазақстандық Андре және Хелена Штрауфтар отбасында тәрбиеленген адаммын. 95-96 жылдары Германияға көшуге байланысты менің тегімді өз аттарына аударып алған. Содан соң мен Жак Штрауфпын. Негізгі атым Жақсылық. Туған анам автокөлік авариясына тап болған, мас жүргізуші қағып өлтірген. Әкемді білмеймін. Штрауфтар маған 2 тілді меңгерді. Қазақ тілін баса үйретті. Мен бар жерде тек қазақша сөйледі. Қазақтың әдет ғұрып салт дәстүрін бойыма сіңірген олар. Маған тіпті арнайы қазақша ас пісіріп, қымызбен сусындатып өсірді. Олар ылғи біз қазақ еліне қарызбыз деп отыратын. Менің туған шешем осыларды паналап 6 айдай қолдарында тұрған. Өзі сауда жасап келіп кетіп жүргесін мен осы отбасында тәрбиеленгенмін. Олардың қолында менің әке-шешем турасында толық ақпараттар бар. Менің келу себебім уақытында анамды 2 қабат күйінде тастап кеткен әкемді табу еді. Тауып алып сол кісінің жүзіне, көздеріне қарап түкірсем дейтін едім. Бірақ жағдай мен ойлағаннан әлде қайда басқа болып шықты. Ол адам, яғни менің әкем, сіз, Кемелбек Байназарұлы. Я, сол сіз тым қарапайымсың деп менсінбей тастап кеткен, Таңсұлудың ішінде кеткен баламын. Жақсылық Кемелбекұлы Байназаровпын. Маған ең көп қойылатын сұрақтардың бірі неге деген болды. Неге Германияда жүрмін? Неге қазақ бола тұра неміспін деп жүрмін? Сол жүрген жерімнің бәрінде қойылатын сұраққа іштегі реніш болар деп жауап беретін едім.
Содан соң Рейнич Бойлер деп аталып жүрмін деп аз кем тоқтағанда, не дейді Құдай-ау, Таңсұлу ол қашан қайтыс болды? Жүкті екенін неге айтпаған? Құдай-ау, сен сонда менің баламсың ба? Не боп кетті өзі? Деп Кемелбек ауа жетпегендей қолдары ербең-ербең етіп біресе Рейничке, біресе Жаңылға қарап есалаң күйге түсті. Айнала үнсіз, тіпті Жаңыл да тілсіз қалды. Рейнич жақсылық. Я, сіздің балаңызбын. Қазақпын десем, менің нағыз әке-шешем Андре Хелен Штрауфтар. Мен Жак Штрауф, жақсылық Кемелбек Байназаров, сізді әкем ретінде ресми түрде мойындап кешірдім. Менің биологиялық әке-шешем сіздер, яғни Жаңыл шешемді де анам деп атаймын. Қалған жерде мен өз миссиямды орындау үшін ғылым мен білім қуа жүріп, осы Қазақстандағы үмітсіз ауру сырқаттарды емдеуге атсалсамын. Мүмкін болашақта елдер өзара келісе алса, клиника ашып, кешенді ем жүргізермін. Біздің отбасылық мәселе өз уақытымен орнымен шешіле жатар. Бір-бірімізге айтар сөз көп деп ойлаймын. Бірақ қазір әр сәт қымбат. Маған кеше келген сырқаттардың құжаттарының ішінде тағы да 7-8 сырқаттың жедел көмек күтіп тұрғаны бар. Менің клиникам ұшақ берсе, олардың туыстары рұқсат берсе, мен оларды тірі алып қалуға тырысуым, ол менің парызым. Өмірге келуіме себепші болған үшін әкеме қарызбын. Аштан өлтірмей мені бағу үшін абайсызда көз жұмған анама қарызбын. Кіндік қаным тамып, маған қазақ деген ат берген еліме қарызбын. Әкем мен анамның тағдырын біле тұра, өткенімде қарыз қалдырғым келмейді. Қалған әңгіме тіршілік барысында айтыла жатар. Осымен таң қалу, танысу сәтін аяқтап іске көшейік. Я, қазақтыққа салсам той жасап, ағайын туыс бауырларға көрісіп шығуым керек. Бірақ менің тәрбием немістікі. Іске көшейік. Жырғалып жүрер уақыт жоқ деп бір күліп алып, өзіне уақытша бөлінген кабинетке кірді. Фойеде Кемелбек пен Жаңыл қалды. Я, тәуелсіздіктің басында қаншама қазақтың қаракөз сәбилері шетел асты. Солар қазір 30-40-қа келді. Қаншамасы өмірден өздерінің орнын ойып тұрып алды. Биіктерге шықты. Тек әттең-ай, олар өздерінің қазақ екенін білем екен. Әңгімедегі адам аттары өзгертілді. Сәйкес кеп жатса, кездейсоқтық деп есептелсін. Авторы Мұрат Кенжебаев. Оқыған Күлбибі Әбусайылқызы.